Бүгін Қазақстанның даму банкі жасыл облигацияларын Астана халықаралық биржасында орналастырды. Бұл құнды қағаздардың бағасы 15 миллион доллар. Сатылымнан түскен қаражатты банк жасыл энергетика бағытындағы жобаларды қаржыландыруға жұмсамақ. Жаңа жобалар еліміздің орталығы мен батысында жүзеге асырылады деп жоспарланып отыр. Бүгінгі дата Қазақстанның даму банкі үшін тарихи болды. Қаржы институты алғаш рет Астана халықаралық биржасына өзінің жасыл облигацияларын орналастырды. Бұл құнды қағаздар CBI стандарты бойынша сертификатталғанда атап өту керек. Орталық Азияда бұндай халықаралық сертификаты бар жасыл облигациялар биржаға алғаш рет шығып отыр. Жасыл облигациялар шығару ол Қазақстан даму банкінің елеулі оқиғаларының бірі. Осы шығарылым Астана International Exchange қор биржасында Қазақстан даму банкінің алғашқы сәтті мәмілесі. Атап айту керек, осы шығарылым бүкіл халықаралық стандартқа сай келеді. 15 миллион доллар бұл ақша жасыл энергия сондай жобаларға жұмсалады. Бұндай жасыл облигациялардың биржаға орналастыруы инвесторлардың қызығушылығын арттырады деп күтіледі. Себебі құнды қағаздардың саудасынан түскен қаржыға елімізде баламалы энергия көздерін дамытуға бағытталған жобалар жүзеге асырылатын болады. Олар Қазақстанның орталығы мен батысында іске қосылмақ. Жобаларды келесі жылы қаржыландырамыз. 26 жылы сол жобалар іске қосу керек. Нақтырақ айтқанда, баламалы энергия көздерін өндіретін жоба таңдалынып алынады. Оны жүзеге асырудың арқасында Қазақстанда жалпы генерацияда жасыл энергияның үлесі артып, жүйедегі қуат тапшылығы азаяды деп күтіледі. Риат Шони, Ербол Дайыров және Ескендір Серғалиев, 24 KZ.